Украина Юқары Радасы яны сайланылған президенті Володимир Зеленскийнің инаугурациясына майысының 20-сіне тәйінледі. Қарар лейхасына 315 мебюс қол тұтты, суал қысқартылған процедураға көре бақылды. Парламентның күн тәртібінде 8 қарар лейхасы бар еді. Олардан 2-сы мебюслер тарафындан қабул етілмеген 19 майыс ақында. Башқа теклифлер есе рейберовге қойылмады. Тантаналар майысының 20-сінде саба саат 10-да башланacak. Юқары Раданың отырыш залында президент Украина халқына ант етecek. Дуже добре, що нарешті визначилися з датою. Пек яхшы олду, ниет күн тейінленді. Нейсе бұл меселен музакирет әлмесі тезден бетежек. Конкрет шейлер ақында лаф етежекміз, çalışacakмыз. Тышқы ишлер мудафан әзерлері баштабын ребірі кемалajағыны музакирет етежекміз. Ниет махиме системасында олаятқа шейлер ақында президентінің ноқтай назарыны ешітірміз.